жіпті қалай ұстаймыз, соны көрсететін боламын. Бізде мынау жіптің ұшы бар, міне, және мына клубоктан шығып жатқан бөлік бар. Бізде керек ілмегімізге қарай көп мөлшерде немесе аз мөлшерде қалдырасыздар жіпті біраз бөлігін. Мен сіздерге үлгі көрсететіндіктен кішкене бөлігін ғана қалдырамын. Міне, осы ұшы көрсетілген жақты мына бас бармағымызға ілеміз. Ал мынау жіптің клубоктан шығып жатқан бөлігін сұқ саусағымызға ілеміз. Екі жіпті мына үш саусағымызбен біріктіріп ұстаймыз. Қатты қысып ұстамаймыз, және қатты бос ұстамаймыз. Қатты бос ұстасақ ілмектеріміз әртүрлі біркелкі болмай қалады. Және егер қатты тартып ұстасақ, тоқуға ыңғайсыз, өте жіп жіберілмей қалады. Жіптің мүмкіндік болса мотоктың ортасынан шығарып алғандарыңыз дұрыс. Бұлай тартқан кезде клубоктарыңыз домалап, қуалап жүрмейсіздер. Міне, спицамызды оң қолымызға ұстадық. Ілмек алатын кезде міндетті түрде екі спицаны қатар ұстаңыздар. Бас бармақ пен сұқ саусақтың ортасындағы жіпті ішке қарай тартамыз. Мына бас бармақтағы жіптің астымен сұқ саусақтағы жіпті іліп аламыз да, қайтадан сол бас бармақтың астымен шығарамыз. Мына бас бармақтағы жіпті жіберіп, мына астынан бүйтіп тартамыз. Міне, көрдіңіздер, бізде екі ілмек алынды. Бірінші іліп алған кезде осылай екі ілмек алынады. Бұл 1-2 деп саналынады. Келесі ілмектер біртіндеп алынады. Міне, бас бармақтағы жіптің астымен спицамызды кіргізіп, сұқ саусақтағы жіпті іліп аламыз. Қайтадан сол жолмен шығарамыз. Бас бармақтағы жіпті шығарып, астынан тартамыз. Міне, 3 ілмек болды бізде. Осылай қалған ілмектерді де аламыз. Міне, мына жерде қатты тартып біркелкі жасай беріңіздер, қорықпай. Себебі біз бір спицамызды алған кезде тоқуға ыңғайлы болады. Жылжып қатты тарта берсеңіздер болады. Осылай 15-20 ілмек аласыздар. Басында үйренгенге үлгі ретінде. Қолдарыңыз бірден үйренбеуі мүмкін, шығып кетуі мүмкін, тіпті қателіктер жасауы мүмкін. Сол себепті бастысы ниетіңіз үйренемін десеңіз, ол қиындықтар жай ғана басында болады. Мысалға, көп кісілер бұлай біртіндеп шығару емес, мысалы, мына жерде сразу қолын жібере салады екен де, мына жерде екі ілмек бұлай алынбайды, не алынбайды, шатасады. Сондай қателіктерді жібермесеңіздер болды. Мына бізде ілмек алу, біркелкі ілмек алу осылай болып тоқылады. Міне, қазір көрсетейін сіздерге. Спицамызды біреуін шығарып алған кезде, міне, бізде жылжып тоқуға өте ыңғайлы болып тұрады. Міне, ілмектеріміз тегіз, біркелкі, ешқандай не емес, біреу дәу, біреу кішкентай емес.